Assalamualaikum, Taxiatash Universal kanалы көрушілері. Мінеки біз Мастотрядқа қарай келатырмыз, мінеки. Жоғарыдан төмен қарай түсіп келатырмыз. Қазір Хамза көшеге кіреміз, мінеки. Хамза көше. Мінеки. Оба. Міне ағайындар келдік. Сыртқы көрінісі көше жақтан. Бұл Хамза көше. Мастотрядта Хамза көше 89-шы жай. Міне жерде краны бар екен, міне жерде жер бар екен. Одан сеткіленген сырты. Онда әдемі теректері бар екен. Кішкентай атысша бар екен. Фундаменттерінің түрі жақсы. Фундаменттері биік екен. Міне жерім. Мына жерде не бар? Канализация ма бірдеңе бар ғой. Ауызы бар да анаға. Мінеки темір дарваза. Мына освещение бар екен. Шипырлары, азбис шипыр. Жақсы. Отличный состояние тұрыпты. Енді ішке барып көреміз ағайындар. Біргелікте. Бісміллә деп кіреміз әзір ішке. Йоп, бісміллә. Әне кіре беріз. Так. Мына жерде котел бар екен ағайындар. Бұл Қазақстаннан әкеліп қойдық дейді. Бұл вообще күшті екен. Ысы су, судан жылтып беріп тұрады екен. Одан кейін тағы мұздай суа мына жерден алып тұрыпты, ыс суа мағат дейді. Бұлда баняға да беріп тұрма дейм, манияқтарға да. Мінеке мына жерде скамейкалар. Так, умывальникке де кеп тұр екен, значит. Мадан входной дверь. Болса атсы жаққа шығатуын. Мына жерде регистр турбадан істелінген. Умывальник, короче, мынандай жарма қапы бар екен, таза. Бісміллә деп кіреміз енді. Мінеке бұл коридор ағайындар. Көріп тұрғандарыңыз. Сол жаққа кірсек кухня екен. Кухнясы. Есігі жоқ, арқа қылып қойған. Современный. Енді содан екінші есігі үлкен зал екен ба. Ремонты жақсы. Полдарына линолеум төсеген полдың үстіне. Бұның асты, үсті барлығы арматурдан ба сондай деп жатыр. Әзір иесінен сұраймыз. Ремонттары жақсы. Кондиционер, мына жерде жалюз, айналары, батареялары чугун екен. Айналары аква. Екі батарея бар екен, әр айнаның астында бір батареядан. Мына жерде люстра бар. Так, ағайындар, мына кухня туралы жаңа айтылмай кеткен зат бар екен. Мына жерде кухонный гарнитур, полный плиткасы менен қалады екен. Мына жерде уголок бар екен, столы менен, ол да қалады екен. Айналары аква, батареясы чугунный. Так, мына залға келдік. Жаңа залды түсіріп болғаннан кейін еске түсіп атырыпты. Мына жерде стенка бар екен, мынандай шкаф әдемі. Ол да қалады екен.
Мына люстра қалады, жалюздар қалады. Мына так, стол, мына төселіп тұрған кілем бәрі қалады екен ағайындар. Так, дальше кетеміз. Так, мынау не деп едің? Баня, туалет бәрі. Ох, міне. Полғы бәрі. Мынау ванна екен. Мына жағында туалеті бәрі бар екен. Мына жақта бір полка қылып қойыпты екен. Яғни кірмашын, мынау батарея ма бірдеңелер бар ғой. Не зат мынау? Міне потолоктар, қапталдары плиткамен істелінген. Потолоктар қыдем. Аристон бар екен. Аристон қалады мінекей. Умывальнигі бар. Унитаз бар. Так, мына жаққа қарай кіреміз енді. Оңға қарай бір айнала берейік. Мына жерде спальня екен. Бұл жерде ағайындар мына аяқтың астындағы кілем қалады екен. Мына айнадағы занавеске қалады. Қалған жақтар мебельдер кетеді. Ураган люстра қойылған екен. Так, полдары жақсы. Есіктері мынандай бәрі современный есік қойылған. Так, енді және бір тамға көтеміз. Бұл детский қылсаңдарам болады екен. Батареялары чугунный, айналары аква. Мінекей. Мына жерде бір шкаф бар екен, шифонер. Так, мына жерде стол, стульчик қалады. Мына шкаф қалады. Мына бір тумбочка кетеді. Так, мына тамға кіреміз. Бұлам детский ма? Балдардың спальня ма сондай екен, Так, бұның ішінде ағайындар сол, мына төселіп тұрған кілем қалады, қалғандары бәрі алып кетеді екен. Әнеке есіктері барлығы осындай современный болып істелінген. Көрдіңдер ме? Мен барлығын көрсеттім сендерге ағайындар. 4 комната жай екен. Кухнясам со ішінде, туалет ваннасы барлығы ішінде екен банясы. Енді аты жағын көреміз ағайындар. Аты жағын барып көрейік. Мына жерде мынандай коридор. Текше бар екен. Мына жерде арасы жаздың күні отыратұғын. Мынандай әдемі жер бар екен. Көрдіңдер ме? Оппа, адызы мынандай қоршалған сеткіменен. Мына жерде қажетхана, адызам зор екен. Мына бір гүлдеп тұрыпты, шабдал деген. Мына жерде бір алма да бар екен. Ексен көгеретін құсайды, короче. Мына жерде мынандай бір там бар екен. Так, мына жерде бір мынандай комната істелінген. Эльбам тастапты. Екі бөлме, көрдіңдер ме? Шлакоблоктан істелінген. Бұл лечебный не болайын деген кабинет. Бірақ қазір енді көшетін болғаннан кейін осыны қора істейсіңдер ме? Я бір кабинет пе, мастерской ма, любой зат істесең болады екен. Ау. Әзір аласың машыңды. Мына жерде тағы бір есік бар, бұл кладовка екен. Ағайындар. Мінекей кладовкасы. Кладовка. Асты лем төселген екен. Мынау тауық қора ма? Тауық бар ішінде. О, тауық қора екен. Я, тауық қора екен белгілі ғой, мұны қажетхана. Бәр жер заборланған, а? Колодец қойылған ба? Болады. Бұл 4,5 сотық ба, 4 па? 4,8 сотық, а? Жер майданы, короче, 4,8, мына аты жақтан көрінісі үйдің. 4,8 сотық екен. Бақасы 350 миллион айтылып жатыр. Ағайындар. Со 350 миллионды берсеңдер дым жақсы. Со ішіндегі барлық заттары болғаны үшін 350-ге со беріп кете қоя жақта бұл ағайын. Соның үшін келіп өздеріңіз сөйлесіп көре бересіңдер. Экранға телефон номерлерін қоям. От души барлығын түсірдім ғой сендерге. Енді
сол телефонға шығып хабарласа бересіңдер, болмаса адресін жаңа көрсеттім. Хамза көше 89-шы жай. Ағайындар, жаңа таба алмай қалып едім. Мынау автомат котел екен бұл. Автомат котел, мінекей. Барлығын жылытадам, үйдің ішінен жылытады, тағы суладан ыстып береді екен бұл. Лимиттен аспайды. Әне, лимиттен аспайтын дейді, экономичный котелі зор екен. Мықты газ келіп тұрыпты, әне счетчиктар. Айтылмай қалған. Әне ағайындар, жайдың бәрін түсіріп болдық, әне көрсеттім барлығын, как положено. Мына жаңа аяғымның астында, мына дарвазаның алдында канализация бар екен. Сол крышкасы екен, бағана алдында көрсетіп едім. Одан кейін мына кран, мына жерде кран бар екен деп көрсеттім ғой алдын. О кран болса жаңағы не екен? Ат суаратын насоспен айдайды екен. Сол краннан келіп жалғанып тұрған екен. Прямо өзі суарылатын. Залиптан жібереме, абадаластырып жіберіп тұрыпты ғой. Сондай су екен бұл. Атыздарды арқайын суара бересіңдер. Ешкім есап демейді. Өздерінің өтіріп беріп қойғаны. Уалейкум салам, амансың ба? Ал енді мына жайдың барлық заттарын көрдіңдер. Үсті, асты, барлығы швеллерден істелінген екен ағайындар. Тағы ағаш швеллер сөйтіп кеткен екен. Төбелері де, одан кейін астындағы саздарының бәрі сондай екен. Мына гараждың несі болса арматурмен істелінген екен. Төбелері. Барлығы қыдем-пыдеммен істелінген, астында төселіп тұрған заттарының барлығы қалады екен. Ішінде көп заттары қалады екен, короче. Ал өзің хабарласа бересіңдер, телефондарын қоямын. Сол телефондарына хабарласып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кеттіңдер. Жаңалық болса түсіріп тұрамыз, құда қаласа қолдап тұрыңдар каналды. Ендігі видеоға дейін аман жүріңдер, аманшылықта көрісейік.